Баршаңызға сәлем, құрметті тыңдарманым. Сіздерге кезекті ой саларлық әсерлі әңгіме ұсынғалы отырмын. Әңгімені бастамас бұрын арнама тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Көптен көп рахмет. Ержан көзін ашқанда өзін басқа әлемде жүргендей сезінді. Ең әуелі аппақ төбеге тесіле қарады, одан жанарын сырғытып еді, шілтерлі пердені көрді. Мөлдір терезеден жарық құйылып тұр. Сәл көтеріліп төсек үстін сипады. Ол мұндай таза, жылы төсекке жатпағалы көп болыптау. Көрпесін құшақтап бүк түсіп қайта жата кетті. Көзіне жас келді. Өзегін әлдебір өкініш өртеп барады. Қайран шешем-ай. Ержан селк ете қалды. Мына ой шашы дудыраған басына 40-қа тақап қалғанда ғана келіп тұр. Сұмдық, деп ойлады. Кім боп кеткенмін, кім болғанмын? Орнынан тұрып, бұрыштағы трюмоның алдына барды. Ұсқынсыз біреу қарап тұр. Өзін өзі танымады. Шал болыпты ғой. Көзде нұр жоқ, шүңірейіп тұр. Ұрты түсіп, еті қашқан сүйегі арса-арса. Тұтастай жара, жапқан төсі әпкесі жаққан дәрімен көк жасыл болып тіпті қорқынышты көрінеді екен. Қайран шешем-ай. Ержан тамшыла жөнелген көз жасына ие бола алмай жерге отыра кетті. Ол Бике кемпірдің қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқыттырмай өсірген еркеседі. Бұзық болды. Сабақты да жүрдім бардым оқып, іштен аса алмады. Мұғалімдер ұрысса тілін безеп тұрып алатын. Ал түстен кейін теміржолдың ыстығы мен суығынан сыр берген аяғын тырп-тырп басып Бике кемпір мектепке қарай томпандап бара жатады. Баласына тіл тигізген мұғалімге ұрсып, шаңын қағып алғаннан кейін ғана жаны тыныштабатын. Кемпірдің сырына қанық ұстаздар алдап-сулап кейде шай беріп, шекесін жазып шығарып салатын еді. Ақыры Ержанға ешқайсы сөйлемейтін болды. Үшін қойып беріп, қашып құтылғандай болатын. Есесіне бұның бұзықтығы екілене түсті. Бойы бір тұтам болғанына қарамастан өте шымыр еді. Турникте шыр айналғанда біленденіп шыға келетін бұлшық еттеріне қатарластары таңдай қағысатын. Басқаны былай қойғанда ауылдағы бір-екі жас үлкен бозбалалар да именетін. Төбелестегі әбжілдігіне қарап балалар мұны мысық атап кетті. Бұл лақабат өзіне де ұнады. Сондықтан қимыл әрекетін барынша Брюслиге ұқсатуға тырысты. Балалармен бокстасып ойнағанда жеңіл секіріп қойып, Чакты мяулап жүріп шалқасынан түсіретін айдаһар Брюс секілді шыр айналып жүретін. Мысықтың беделі 8 жылдық мектепті бітіргеннен кейін аспандады. Елден қалмайын деп түскен училищені орта жолдан қайырып, ауылға оралған бозбала той-томалақта жанжал шығармай қоймайтын. Ойбай, ана мысық солақаймен сақ еткізіп, Дәулетті сылқ еткізіпті, Маратты бұрқ еткізіпті деп тойдың ертеңінде ел шулап жүретін. Бұл масаттанады. Араққа үйірсектеніп, жасықтарды шишаға жүгірткеніне мәз болып жүргенде әскерге алынды. Армияда кавказдықтар көп болды. Егесе қалса түгі түкірейіп, аузы көбіктеніп шыға келетін дәулердің ешбірі шынашақтай Ержанға тіс батыра алмады. Жабыла тепкілесе де қайтпайтын, өзіне ұрынғанды солақаймен сарт еткізіп есеңгірететін, шамасы жетпегенін орайын аңдап жүріп, түбі бір сылқита сабайтын қара қазақтан ақыры бәрі қаймықты. Малыш деп еркелетіп, қатарларына қосып алды. Өзге духтар пышылдап еден жуып жүргенде бұл гүжілдеген тауықтардың ортасында күжірейіп отыратын еді. Заман-ай, Ержан әскерді үнемі мақтанышпен еске алушы еді. Абырой беделі асқан кез еді ғой. Ол орнынан тұрып төсектің шетіне отырды. Кеудесіндегі жараны қолымен ақырын сипап көріп еді, суланып тұр екен. Әпкесі жаққан дәрінің әсері аз секілді. Әлде дерт асқынып кеткен. Қол тигені сол екен, мойнына дейін дуылдап сала берді. Адам қолының уыты қышыманы қоздырып жібергені. Ержан шыдамай 2-3 мәрте қасып жіберіп еді, кей тұстан шып-шып қан шықты. Қайран шешем, не қызық көрдің? Бұл аз уақытта тосынан келген екінші ой еді. Рас, деп ойлады Ержан. Не қызық көрді? Бұл Бике кемпірдің жалғыз емес. Кенжесі еді ғой. Тұңғышы Мәдидің өмірі жындыханада өтті. Екінші ұлы Қази мен одан кейінгі Манаты ішкілікке құмар болып тұқымсыз кетті. Қазидың қайда қайтыс болғанын ешкім білмейді.
Манат ауылда ішіп жүріп, бір жұтым бас жазарға жете алмай, көп қабатты үйлердің ауласында жан тәсілім етті. 5 ұлдың ішіндегі ел сүйінетін Қанат ағасы темір жолшы болып жүріп пойыз астында қалды. Жас қазаның ана қабырғасын қалай қайыстырғаны есінде, көп жылаушы еді. Бірде 5 оқитын мұны бауырына қысып, «Ержантай, ендігі үмітім сенде. Күләтай қыз ғой, күйеуге тиеді де кетеді», деп жылағанда көз жасы басына тырс-тырс тамып еді. Ержан қос қолымен самайын сығымдады. Қызға сенімсіздікпен қарайтын қазақы мінез-ай. Қазір Ержанды ойлап шыр-пыр болып жүрген сол Күләтай әпкесі емес пе? Міне, күйеуінің қабағынан ықпай, мына жүрісі болмайды деп ұрсып, Қапшағайға келіп, жуындырып, үстіне таза киім ілгеніне 3-ші күн екен. Ержанның басы сырқырап сала берді. Сонда мұның ес жиып, санасы оянуға 3 күн керек болғаны ма? Қандай санасыз болып кеткенмін? Ержан тұрып, бөлме ішінде ары-бері сенделіп жүрді. Көзден аққан жасты сүртпеді. Әскерден оралғаннан кейін оқаланған қызыл-жасылмен өрнектелген аксельбанты салақтаған киімін шешпей біраз жүрді. Қошемет көркі бөтелке. Ақаңнан алып отырып, әр жерде әңгіменің тиегін ағытумен болды. Әскерден оралған өзге жігіттер қосыла лепірсе, бұл жақтырмай қалатын. Ақыры төбелеспен тынады. Әрине Ержан жеңеді. Бұдан кейін оның әскерде полк ұстағанына сенбей көр. Көп өтпей, мысықтың кавказдықтарды қалай жапырғаның ауылдағы кішкентай балаларға дейін жаттап алып еді. Бике кемпір 5 ұлдан қалған жалғызына ләм демейтін. Шәй үстінде 1-2 мәрте жұмыс жайлы айтып еді. Бұл істейміз ғой деп бұрқ етіп тұрып кететін. 1 жылдан кейін елдің пыш-пышы көбейгенін байқап, зауытқа жұмысқа орналасты. Бірақ маңдытпады. Баяғы әскердегі мінезі ондырмады. Цехтағылар жұмыс үстінде күректі әперіп жіберші десе, бәлеге қалатын. «Не, чмоны таптың ба?» деп тап береді. 2-3 адамның тұмсығы қанағаннан кейін зауыт басшысы Тілек жұмыстан шығарған. Өзі үйге келіп, шешесінің алдынан өтті. «Әй Тілек, ағайындығың бар еді ғой. Жиенсің, осы бала жүре берсе болмай ма?» деп Бике сөз бастап еді. Тілек: «Апа ренжіменші. Не бұл, не мен сотталыпты намыс. Коллектив мезі болған. Қарсы. Темір жолға сөйлесіп көрмесеңіз», деп бірден илікпейтінін байқатты. Болар, пенсияға қарап қаламыз деп айтып жатқаным ғой», деп шешесі күмілжіді. «Ренжіменіз тәте», деп Тілек есіктен шығып кеткеннен кейін бұған қараған. «Мен әр нәрсеге шапқылай беретін чмойма едім, тапқан екен». Едірейіп шыға келген ұлына Бике кемпір ләм демеп еді. Осыдан кейін самайын саудалап жүріп, мұны темір жолға тұрғызған. Ол жерде де жарытпай 6 айдың шамасында жұмыстан шығып қалды. Баяғы арақпен төбелес. Сол күні 2-3 жігітпен ішіп, жұмыстан шығарып жіберген мастерді боқтап отырғанда түске келетін қойды күтуге шыққан Шымберген қария қастарына келіп еді. «Әй иттер, тал түсте мыналарың не? Кенезелерің кеуіп барама?» деп зілсіз сөйлеп кеңк-кеңк күлген. «Ана сенің бауырың жұмыстан шығарып жіберді әкең», деп Ержан арс етті. Өмір бойы темір жолшы болған Шәкен сол кезде бұған ойлана қарап тұрып: «Обалай, обалдарың әкелеріңе», деген болатын. «Әкемде шаруаң болмасын». Шаламас Ержанның шаптыққанын көріп, қария жөніне кеткен. Шікең жанағы сөзді неге айтты? Ержан әлі бөлме ішінде сенделіп жүр. Бір бұл емес, әкесі жайлы ел аузынан жылы сөз естімепті. Бірде көршісі Бақыт апа да: «Ой, аға тым қатал еді ғой, тәтені қатты ұратын», деп қалған. Ағасы Мәдидің жасынан жындыханаға түсуіне сол соққылар әсер еткен көрінеді. Әкесін баланың ауру болғаны да тоқтатпапты. Ішкен сайын жындытудың деп әйелін тоқпақтай береді екен. Сөйтіп жүргенде Қази дүниеге келген, одан кейін Манат. Ержан есікті ашып, қонақ бөлмеге шықты. Тым-тырыс, үстел басында кішкентай Жанар тыныш қана сабақ оқып отыр. Өзге қыбыр сезілмейді. Әпкесі жездесі жұмыста секілді. Ержан үнсіз Жанардың қасына барып, басынан сипамақ болған. Қыз қашқақтады. Ержан ұға қойды, жиіркенеді. Ержан өзінің жара шапқан кеудесіне ызалана бір қарап, қайта түпкі бөлмеге кіріп кетті. Осы жара үшін
Оны ауылдағы жастар Қотыр Ержан атап кетіп еді. Кейін Ержаны да түсіп қалды. «Әй, Қотыр, жүр» деп шиша ұстағанның соңына намыстанбай-ақ ере беретін. Ержанның тісі шықыр етті. «Қу арақ», шешесі көп айтатын сөз есіне түсті. Иә, қу арақ болмаса, бұл да адам санатына қосылып кетер ме еді. Бұл бір-екі рет арақты тастаған, 3-4 ай сау жүрген кезін ауыл үлкендері кәдімгідей ескеріп, ақыл айтатын. Бәрінің сөзі ұқсас, дұрыс болған. «Ана шешеңді ойла, байғұс не қызық көрді дейсің», дейді. Ержан, «Я, сол кісі үшін қойдым ғой енді», деп құтылатын. Бірде үйде отырғанда 2-3 кластасы сау етіп кіріп келді. «Әй, неғып жүрсіңдер?» деп еді. «Саған келдік», деді Нұржан қасындағыларға көзін қысып. «Үйлендіреміз». «Немене?» «Үйленесің дейміз». Қанат Нұржанды қостады. «Саған мынау деген қыз таптық», деп бармағын шошайтты. Түсінгені ауылдың 3 шақырым жердегі жолдың бойында тұрған кафеде Эльмира деген жас қыз істейді. Сол жерден шықпайтын Нұржан ағасымен сөйлескен екен. «Анау қарындасыма кім көрінген көзсіз еді, обал болды. Жақсы жігіт болса қосып жіберер едім», депті. Бұл бірден Ержанды еске алған. Өзге жігіттерге айтса құптай жөнеліпті. Топ болып қызды көріп, елпілдеп бұған жеткендері осы екен. «Сенің жұмыс істемейтінді айтып едік, ағасы жақсы әйел жаман еркекті адам етеді деп көніп отыр», деді Қанат таңдауы таңырайып. «Қысқасын айтқанда мәселе шешіліп тұр. Барып қызбен танысып алып кету керек. Бүгін алып кетсек те разы. Құдалық анау-мынауы кейін. Бастыға тұрмандар, бармаймын». Ержан шорт кесті. Әншейінде бұдан именіп тыйыла қалатын кластастары осы жолы үйтпеді. «Ау ағатай, сенің қамынды ойлап тұрмыз ғой. Бәріміздің 2-3 баламыз бар. Жүресің бе жалғыз сопиып?» деп Нұржан алып барады. «Қой дедім саған». Ержан қабақ шықты. Осы кезде есік ашылып, шешесі кіріп еді. Аналар жамырап кемпірге лап қойған. «Апа, мынау адам болмайды. Дайын қыздан бас тартып отыр. Апатай-ау, келін ұстап қолды жылы суға малатын уақытыңыз келді ғой. Әуелде не дейді құрсын?» деп абдырап қалған шешесі мәселеге қаныққан соң, «Әке, сендер әкеліңдерші, қашанғы өстіп жүремін» деп орамалының ұшымен көзін сүрткен болатын. Ержан анасының сөзінен аса алмады. Бірақ қызға бармады. Нұржандар өздері әкеліп үйге түсіріп берді. Жап-жас үріп ауызға салғанда Эльмира үйге кіріп келгенде Ержанның есі шығып еді. Дәл мынандай сұлуға қолым жетеді деген ой үш ұйықтаса түсіне кірмеген. Ортадан сәл биік бойы бар, қыпша бел аққұба қыз екен. Келінді арғы бөлмеге өткізіп, өздері оңаша шыққанда ризашылықпен достарын қайта-қайта құшақтай берген. Аз уақыт ішінде көрші қолан алыс ағайын ағылып, құтты болсын айтысып, жүдеу шаңырақ шаттыққа толып еді. Орамалы иығына ысырылып, шашы қобыраған анасының бұлай бақыттан бал-бұл жанғанын Ержан ешқашан көрмеп еді. «Айналайындар-ай, рахмет, айтсын» деп амандасқан қонақтардың қолын сүйіп есі шығып жүр. Ержанның жағдайын жақсы білетін ауыл жігіттері жұмылып, бірі картоп, бірі май, бірі арағын әкеліп, сол күні қуаныш шағын тойғаласқан. Беке кемпірді құрметтейтін ауылдастар бір-бірден киіт, ақша қосып, құдалықтың да қамын түгендеп тастады. Бәрінен хас сұлуға жар болған Ержан мәз еді. Ол төсек салқындығын алғашқы түн-ақ сезді. Эльмира тым суық. 2-3 түннен кейін жүрегім айныйды деп, мұны мүлдем жанына жолатпай қойды. Әуелде ренжіп, 1-2 мәрте ұрсып қалған. «Ақымақ, соны да түсінбеймісің?» деп Эльмира бұртиғанда ғана саңлауына сәуле түскендей болды. «Шын ба?» деп еді, келіншегі басын изеді. Ержан сол таңда ерекше бақытты болып оянып еді. Орнынан жай ғана тұрып, ақ тәні жарқырап жатқан келіншегін көрпемен қымтап бөлмеден шығып кеткен. Үстелдегі суық шайдан бір кесе ішті де үйге сыймай сыртқа беттеген. Далада кездескеннің бәрімен шұрқыра амандасқан, не десе де күле берді. Көп өтпей Ержан әйелінің оғаш қылығын байқап еді. Үйге келіп кеткен еркек біткенге ішіп жеп қарайды екен. Өткенде қаладан келіп құтты болсын айтуға кірген еркін сол көз қарастан қатты ыңғайсызданды. Эльмира күйеу мекен деп Ержаннан, қайны мекен деп еркіннен қысылған жоқ. Шайын құйып қойып, сүзілді де отырды.
ақыры еркін тамаққа қарамастан үйден қашып шыққандай болды. Сұлу қайным-ау, үйге келіп тұр деген Эльмираға басын шұлғи сала есіктен зып берді. Сол күні екеуі тағы ұрысты. Ас бөлмеде жүрген шешесінің оқта-текте уһілегенін естіп өзі сабырға келген. Бұл басылып еді, қабағын андып тұрған келіншегі білегіне орала кеткен. «Жүрші, ұйықтайық, маған көп ұйықтау керек», деп қиыла қарады. Тым сұлу еді, сайтан алғыр. Бір айдан кейін Эльмираның құрсағы домаланып шыға келді. Шертиіп тұрмаса да дұрыстап қараған адамға байқалады. Ержан мәз болғанымен шешесінің қабағы тұнжырай берді. Келінімен бірге отырып шай ішпейтін болды. Бірде Эльмира дүкенге кеткенде мұны қасына шақырған. «Ержан, ел аузы қызып тұр, көшеде жүруден қалдым», деді қасына отырған мұның қолын ақырын сипап. Бұл түк түсінбей бетіне қараған. Келіннің іші шертиіп бара жатқанын әйелдер өсектеп жатыр. «Сен естіп шала бүлінбесін деп айтып отырмын құлыным». «Өсектегені несі? Енді босаға аттағанына бір ағай, ішінде 3 айлық баласы бар». Анасы жерге қараған. «Қалай 3 айлық?» Ержанның биіктен құлап бара жатқандай бас айналып, арқасы мұздап сала беріп еді. Бұл тым аңғал екен-ау. «Сабыр балам, жарасып кетсеңдер болғаны. Балада не кінә бар? Бағыңды ашса жарар еді». Шешесінің иегі кемсеңдеп сала берді. «Сонда сіз маған?» Ержан тұтығып қалған. «Тұрмаймын, кетсін». Шешесінің алдында өстіп жұлынғанымен Эльмираға ештеңе дей алмады. Ол дүкеннен оралғанда аналы балалы екеуі түк болмағандай кейіп танытқан. Жарасып кетсек болғаны деген ой Ержанның тілін байлады. Өстіп тағы бір ай өтті. Бикенің жылмың келіні жайлы сөз гулеп кетті. Бұны былай қойғанда шешесі де үйден шығудан қалған. Тек Эльмира сыр бермейді. Жайнан қағып көшеге шығып кетеді, дүкенге барып келеді. Бір күні кешкісін ұзақтау жоғалды. Қарны шертиіп жүріп бір жерге құлап қалмады ма? «Баршы», деп шешесі жұмсаған соң сыртқа шығып еді, подъезд алдынан келіншегін байқамады. Полеттің қорабынан бір шылым алып, еріне қыстыра бергенде, анадайда тұрған Аудиді байқады. Ішінде шамы жанып тұр. Жарық әлсіз болса да, Ержан іштегілерді анық көрді. Эльмира мен ағасы. Ержан қайта подъезге кіріп кетті. Сәлден кейін Эльмира келді. «Ағаң неге кірмеді?» деді бұл сырын мәлім деген кейіппен. «А, Джонни ма?» Бұлар келін сүргенде қуғыншы боп келіп, ертеңде төрде отырып, жамбас мұжыған семіз сарының есімі Жәнібек еді. Былайғы жұрт Джонни деп атайды. Шешесі кейін құдалыққа барғанда, оның Эльмираға еш туыстығы жоғын, тек қамқор боп жүрген ауылдас екенін айтып келген. «Я, Джонни». Ержан тістене сөйлеген. «Ағам емес екенін білесің ғой». Ержан шыдамады. Шапалақпен тартып жіберген. «Жылайма» деп еді, Эльмира міз бақпады. Бетін сипап тұрды да бөлмесіне кіріп кетті. Келер күні түске қарай келіншегі заттарын жинап кетіп қалды. Бұл оның қара Аудиге отырып жатқанын 2-ші қабаттың балконынан көріп тұрды. Ержан терезенің алдына барып сыртқа ұзақ қарады. Бір жас жігіт бала ойнатып жүр екен. Әлде ұлы, әлде інісі. Әткеншекке отырғызып тербетті. Одан көтеріп алып, әуелете лақтырды. Қағып алды. Бала мәз. Эльмира қайда екен? Бұл да тосын ой болды. Жүрегі шым ете түсті. Су бақ кеткендей еді, түкпірде бір сезім қалған секілді. Көп жылдан бері аз уақыт әйелі болған адамды есіне де алмапты. Көшеден көтердіден құтылып, шу қарақұйрық деген ол мұны мүлдем ұмытқан шығар. Ол кеткеннен кейін бұл ішіп еді. Содан көпке дейін тоқтамады. Көшеден арақ таппаса шешесін қинайтын. Аз зейнетақыны тамаққа әзер жеткізіп жүрген ана байғұс зар қағады. Кейде тыққан ақшасын ұрлап кетуші еді. «Ит екенмін ғой». Ержанның жүрек тұсы тағы шым ете қалды. Бірде түс әлетінде оянып, орнынан сүйретіліп әзер тұрған. Кіммен ішті, үйге қай кезде келді, есіне түсіре алмады. Аяғын ілби басып ас үйге барды. Краннан су ағызып, сылқылдата ішті. Бір аяқты қотара салып тағы ішті. Шөлі қанар емес. Далаға шығу керек деген ой келді. Біреу-міреу кездесіп қалар. Өстіп мәңгіріп бара жатып, диванға көзі түскен. Селт ете қалды.
Анасы жатыр. Мұндай әдеті жоқ еді. Ақырын басып диванға жақындаған. Анасының көзі ашық екен, аузы да. Қасқа тісі ақсиып бір түрлі көрінді. Қудай шашы құбырап кетіпті. «Мама!» деген даусы дірілдеп. «Мама!» Шешесі тіл қатпағаннан кейін ақырын иығынан түртіп көріп еді. Денесі тас секілді қап-қатты, шоршып түскен. Жалаң аяқ күйі далаға жүгірді. Бақыра жылаған күйі подъездің алдына отыра кеткені ғана есінде. Талып қалыпты. Жедел жиналған жұрт хабар бергеннен кейін фельдшер келді. Марқұмның қолын ұстап көріп, таңға жуық қайтыс болған. Жүрегі қысылса керек, әттен біреу дер кезінде дәрісін берсе, деді де уқалап көзін жабуға кірісті. Шарасынан шыға жаздаған көз жабылмаған соң темір тиын алып бастырып қойды. «Молда шақырыңдар. Ағайыннан айналайын». Ержан ауыр күрсініп, шекесін мұздай шыныға басып көзін жұмды. Ағайын ауыл болмаса бұл шешесін көмеде алмас еді-ау. Жаназа шығарған молда, «Ақы иесі кім?» дегенде «Мен» деді иегі кемсеңдеп. «Қарызы болса қайтарамсың?» «Қайтарамын». «Анамның қарызы қалды ма екен?» «Қайтармадым ғой». Ержанның өкіріп жылағысы келген. Жанар шошынама деп өзін-өзі әзер тежеді. Сұқ саусағын бүгіп, аузына салып аямай тістеледі. Анасынан айырылғаннан кейінгі өмірі еміс-еміс қана есінде. Кейде далада, кейде қорада жатып ес жиятын. Кішкентай балалардың «Қотыр, қотыр, қотыр» деп келемеждейтіні есінде қалыпты. Тапырақтап қуған болады, әлгілер жында адамша шыр айналдырып мазақтай береді. Кейде бір қорада аузы басы көнектей болып ісіп, қимылдауға әлі келмей жататын. Кім сабап кеткенін бұл білмейді, ол маңызды да емес. Сәл әл жинаса көше кезетін, топтасып тойлатып жүретін жас жігіттерге үйірсек еді. Олар қастарына жуытпайды, жиренеді. Бірақ көбіне «Мә, брат» деп қолына арақ ұстататын. Толық емес әрине, кейде жарты, кейде жартыдан да аз. Бұл соған да мәз еді. Азғантай арақты дем алмастан тартып жіберіп, тән жарасын тез ұмытатын. Жан жарасын да, азапты өмірді де. Әпке жездесі Қапшағайға қалай жеткізгенін біледі. Рөлде отырған жездесі жол бойы бұрқылдады. Басы сынып, артқы орындықта сілейіп жатса да, кейде сөздеріне құлақ түрді. «Жалғыз бауырым ғой, арағын қойдырсам адам болып кетеді ғой», деп кемсеңдеген Күләтайдың даусын ұмыта алар емес. Содан бері 3 күн өтті. Бірінші күні қанша жалынса да, әпкесі 100 грамм бермей қойды. Ваннаға желкелеп кіргізіп, жуындырды. Киімінің бәрін сыпырып алып, жаңа іш киім мәйкі берді. Ержан ыржалақтап айтқанына көне берді. Алдасам иілігеме деген арам ойы болмады. Күләтай мызғымады. Жездесінің трикосын қолпылдатып, бөлме ішінде кезіп жан ұшырды, ала сұрды. Жынданып кете жаздады. Айғайлады, боқтады. Амалын тауып қашсам ба деген. Қашқанда қайда барады? Кімі бар бұл қалада? Көзі қарауытып, жүрегі лобып құлаған. Қанша жатқаны есінде жоқ. Бөлмеге жездесі кірді. «Әй, көтер басыңды, мә!» деген бір бөтелке сыра ұсынды. Бұл бас салып басына бір-ақ төңкерген. Шекесінен шып-шып тер шығып, жаны балқыды. «Денің дұрыс па? Неге бересің?» Әпкесінің ашулы даусы естілді. «Өлтірейін деп педің? Пахмел деген жаман, үзіліп кетеді», деп жездесі гүжете түсті. Бәрібір адам болмайды. Ержан шаң-шұң дауыстарды илемеді. Ол үшін мына жалғанда жездесінен мейірімді жан жоқ еді. Екінші күні ары-бері сенделіп жүргенде қойған. Күләтайдың алдына барып мөлие қарайды. «Шыда, Ержан, шыдашы». Бұл тағы сенделеді, тағы келіп мөлиеді. «Қарашы», деді жездесі. Тура бұралқы ит секілді болып кеткен. Жуынды сұрағандай мөлиеді. «Құрысын, Күләш, берші 100 грамм. Тыныш отыр, бір апта ішпесе қойып кетеді». Кішкентайында Ержан намысқой болатын. «Өзін біл, ең құрғанда ана бөлмеге кіргізші, жарасы жұғып жүрер». Содан кейін Күләтай мұны бөлмеге алып кірді. Жарасы жұғады демеді, құшақтап, бауырына қысып отырып ұзақ сөйледі. Көкнарсыз қалған апиыншыдай аласұрған Ержанға сол сөздер сабыр сыйлағандай болды.
бойын қыздырып құйқасын шымырлатты. Ержантай, ішпеші жаным, бір әулеттен қалған жалғыз тұяқсың ғой, ішпеші. Бике анамыздың атынан жалынайын, ішпеші ботам. Есінде ме, анам кенжетайым жейді деп саған бөлек тамақ әзірлеуші еді ғой. Кәмпит тығып қоятын, маңдайына шыбын қондырмай бақты ғой, күнім-ау. Адам болсаңшы, бір баласының рахатын көре алмай, азаптан көз ашпай кетті ғой ол бейбақ. Сені ойлап, байыз таба алмаған аруағын аясаңшы. Жаным-ау, өткенде түсіме кіріпті. Қап-қара орамал тағып алыпты. Сенің мына күйінен алып, о дүниеде тыныштық таба алмай жүр ғой. Маған ренжіп теріс бұрылып кетті. Менің қолымнан не келеді? Күләтайдың ыстық жасы бетіне тырс-тырс тамды. Бауырына балаша тығылып отырып, анасын еске алды. Бойы балбырады, көзінен жас парлады. Арақ азабы ұмтылғандай, анасы маңдайынан сипағандай болды. Әлде Күләтай ма? Ұйықтап кетіпті. Ержан жұтынды. Бүгін қай күн, қай ай, қай жыл? Күләтай мен жездесінің жоғына қарағанда жұмыс күн-ау. Шіркін 100 грамм болса, ол тағы жұтынды. Сусаған болып бөлмеден шығып, ас бөлмеге барып бір шыны су ішті. Тоңазытқышты ашып еді, түрлі тағамға толып тұр екен. Іздегені жоқ. Жаба салды. Өзегі өртеніп, дерті қозды. Жалма жан ескі сервантқа барып, 1-2 сурманы тінтіген. Не іздеп жүрсіз? Шошып кетті. Жанар дәл қасына келіп бажырая қарап тұр екен. Кіп-кішкентай болып даусының зәрілсін қарашы. Бұл үндемеді. Қыздың құлағындағы алтын сырғаға тесіле қарап тұрып қалды. Сосын дәлізге беттеген. Шыға алмайсыз, мамам сыртымыздан кілттеп кеткен. Ержан еденге отыра кетті. Кеудесі жалаңаш екені есіне түсті. Жараны қырнаған сон мәйкісін шешіп тастап еді. Мына сұрыммен қайда барамын? Бірдене кейін деп ойлады. Бірақ орнынан қозғалмады. Көз алдына молда келді. Тым сұсты. Қарызын қайтарамсың, деді. О дүниеде тыныштық таба алмай жүр. Әруағын аясаңшы деген Күләтайдың даусы келді құлағына. Маматай, кешірші. Ержан тас еденде бүк түсіп, өкіріп жылады. Жан дүниесін шаңға көмген аласапыран құйын өксікпен бірге сыртқа шығатындай өнешін соза өксіді. Дәліздің еденін тоқпақтап, қабырғаны тепкілеп ұзақ еңіреді. Бір мезетте сүйретіле тұрып, жуынатын бөлмеге кіріп кетті. Пәтер ішінен айға естілгеннен кейін есікті ұрғылап аша алмаған көршілер Күләтайға қоңырау шалған. Ол алып ұшып тез жетті. Үйге кіре сала іздегені Жанар болды. Қызы оңған шүберектей болып кресло үстінде бүрсіп отыр екен. Есі шығып кетіпті. Өзін құша кетіп, не болды? Ержан көкең бе? Ол қайда? Деген шешесіне жуынатын бөлме жақты нұсқаған. Бірақ жолып есікті ашқан Күләтай селтиіп тұрып қалды да шыңғырып жіберді. Бүгінгі әсерлі әңгімені соңына дейін тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет. Арнамызға тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.